ұялы телефон әсіресе 1 жас 8 айға дейін балаға көрсететін болса, күніне 30 минуттан жоғары ол аутизм белгісін алып келеді. Қазір бұл өте сирек, не дейміз, өте жиі кездесіп кетті, түрлі аурулар. Біз білмейміз осы ұялы телефонның, гаджеттің қандай балаға зиянын тигізіп жатқанын. Сіздер білесіздер ғой, өздеріңіз жаңа кітап оқуды насихаттап жүрсіздер. Бұрын біздің қазақтың жадының қандай деңгейде болған. Бізде қазақтың жады мынау небір кітаптан артық болды. Кез келген оқыған, көрген, білген дүниесін жаттап алып, бір-біріне айта беретін. Яғни біздің бабаларымыз сондай керемет зерек, зердеге ие еді. Біз қазір сол зердеден айырылып қалдық. Ал менің мақсатым бұларды бір кітапқа үйір қылып, ғалым қылып шығару емес, жалпы сол ата-бабамыздан қалған зердесін, зейінін дамытып, жаттау қабілеттерін ұстап қалу. Ал ұялы телефон көрген баланың жадына ерте зақым келеді. Яғни жаттау қабілетінен айырылады. Қазір байқасаңыздар, балалар кітаптың түсінігін айта алмайды, бір-екі өлеңдерді жаттай алмайды. Оған себеп осы ерте кезден баланың жадын зақымдап алу. Мына бала 3 айында сөйлеп атса, одан 6-7 айында сөйлеп, әртүрлі сөздерді айтып, айран деген сөздерді анық айта алатын, мысалы 6 айлық, 7 айлық кездерінде. Сосын 1 жасқа қарай тілдері шыға бастады, әртүрлі сөздерді, сөйлемдерді емес, сөздерді айтып жүрді. Одан кейін 1,5-да алғашқы тақпақтарын айтып бастады. 1 жас 2 айында сол алғашқы тақпақтарын айтқан бізде бейне ролигі бар. Солай бірден жаңа құрсақ тәрбиесінің, жалпы кітапқа баланы жақын қылудың әсері байқалды. Ал енді қазір өздері енді әріпті енді танып, үйреніп жүр, бірақ міндетті түрде келген адамнан, қонақтан кітап оқып беруді талап етеді. Бірінші кітаптарын алып келіп, кітап оқып берсеңіз деп сұрайды. Олай істейме аға, мама сұхбат беріп болсын. Көрей ме? Егер ата-ана кітап оқымайтын болса, балаға кітап оқы деу бекершілік. Өйткені бала не көреді, соны жасайды. Қазақта жаңағы әкеге қарап, ұл өсер, шешеге қарап, қыз өсер деген сөздің астарында қарап деген сөз тұр. Яғни әкенің айтуымен, немесе шешенің айтуымен деп тұрған жоқ. Сен не істейсің, соны көшіреді. Сол себептен де мен өзім де әлі күнге дегенде әр күн сайын кітапсыз елестете алмаймын. Сондықтан мен кітапқа отырған кезде бұлар да кітапқа отырады. Және тақпақтарды жаттаймыз. Қандай әдеттер бар деп сұрап қалдыңыз ғой. Бізде бірнеше әдет бар. Жаңағы біріншісі кітаптарды түрлі салалап оқу болса, екіншісі тақпақтарды жаттау. Күлашуге болмайды, онда геншік толмайды, айдан қымыз шөтсе ақшамызды қолғайды. Әлем менің барым, арқандағы гәр, астайменің қызын алып берен тәр. Балаларды балабақшаға бермейсіз, сіз? Иә. Енді беру ойда бар. Өйткені толыққанды бала 3-ке толғанға дейін, тілі шыққанға дейін өзінің отбасының тәрбиесін алу керек, әсіресе ата-анасын толыққанды қасында болу керек деп енді өзіміз отбасымызбен солай есептейміз. Өйткені жалпы балабақшаның жалпы шығу тарихын зерттесеңіздер де кімнің пайдасына? Баланың емес, ата-ананың пайдасына. Өйткені ата-анада көбірек бос уақыт болады деген сияқты. Бірақ енді әркім өз қалауымен. Біз ешкімге балабақшаға балаңды берме деген үгіт насихат жүргізбейміз. Бірақ мүмкіндігінше ана баласымен айналыса алуға энергиясы жететін болса, онда баланың үйде болғаны дұрыс. Өйткені бала тікелей бала деген енді уақытша ғой, өзі алатын этаптары болады. Жаңағы 12 жасқа дейін ата-анасынан толыққанды вниманияны алып кетсе, ары қарай келесі алатын дүниелерінде өмірде орнымен алады. Сол үшін мүмкіндігінше жаңағы баланы әртүрлі ортадан көрі бірінші өз отбасында, өз ортасында дұрыс қалыптастырып алу өте маңызды. Біз жаңағы балалар ортадан тәрбие алсын деп жатамыз, бірақ ортаның ең үлкені отбасы екенін ұмытып кетеміз. Мына кітап қасқыр жайлы. Кел оқи ғой, балақайым, қорықпа, ол жыртқыш емес, сүйкімді әрі қарапайым. Шынымен де өскенін түсінде ол көріпті. Екі дәуді алып ұрып, сазайларын беріпті, оңға солға құлатыпты, ұзынынан сұлатыпты. Шапшаң әрі тынымсыз деп, оған бәрі тамсанады, майло түскі асын жеп, орман кезіп ән салады. Майлоның әнін айтайық, кетті. Мықтымын мен, ғажаппын мен, үлкен болам, азақ күнде. Мықтымын мен, ғажаппын мен, үлкен болам, азақ күнде. Күшті ма? Болды, е? Сен кішкентайсың, міне сүгір үлкен боп ағашқа асылып тұр. Ал сұңқар болса шөптің арасына тығылып қапты, е?
Не сен Қытай, ол кім Қытай болып тұрған? Әлем ғой, иә. Рахмет. Өзгеге жалтақтаған жақсы көреміз ғой, жапондар сияқты айтсақ, өз тілінде шыққаны дұрыс деп ойлаймыз. Әсіресе бастауышқа дейін. Ал одан кейін енді машһұрмен айтатын болсақ, машһұрсып айтады, жаңа баланың тілі әсіресе өзінің тілінде шығып 4 жасқа дейін дұрыс сөйлей алса, өз тілін меңгере алса, кейіннен баланың мынау 4 жас кезінде ғылым білімді меңгеретін кезі екен. Сол кезден бастап тіл үйрету де кеш емес негізі. Басқа өзге тілді үйретуде. Керісінше баланың осы 4 жас кезінде жаңағы өзге білімді алуға сондай бір мынау ағзасының дайын болатыны, миының әр түйіршігіне дейін білім алуға дайын болып тұратын кезі. Әжесінің, атасының тәрбиесін алғанын қаладым. Сол себептен де бізге әжесі көмектесті және әжесі бүкіл мынау жыр дастан, нелерді жатқа айтады, қисса дастандарды. Сосын сұрайтынбыз, әже айтып беріңізші, ерте. Жатқа біледі. Жатқа біледі, айтып отырады. Мынау қазақтың қара өлеңін білесіздер ғой, әгугай деп басталатын балалар мысалы сонымен өсті. Енді сон әлі есімде бір күні 7 айлық па, 8 айлық па сұңқарды аяғыма салып тербетіп ұйықтатайын деп жатсам, мен әлде айтып отырсам, әлде емес, әккугай дейді да. Сөйтсек, ана әжесі әккугаймен ұйықтатады, сол менен әккугайды сұрап тұр, қара өлеңді. Сонда, мынау қазақтың қара өлеңінің құдіреті, сен өзің оған сөз құрап айта бересің да, баланы қатыстырып. Сонда әжесі сұңқарым келеді сайменен деп айтқанның бәрі анау несінде да жадында сақтала береді екен баланы. Бұл баланы бізде қазақта бар ғой, баланы өлең жырға қатыстыру, әлдеге болсын, тақпаққа болсын қатыстырып айтқан кезде баланың санасында жаңа бір дүние пайда болады да, ол жаңағы өзін бір атпен шауып келе жатқанда елестетіп, сондай бір өлеңнің ішінде өзі жүргендіктен оның қиялы да керемет дамиды екен. Ал бұл қиял деген нәрсе, білесіздер, адамның ғалым болуына өте қатты әсер ететін нәрсе осы қиялы екен. Өйткені Эйнштейннің бір сөзі бар, мен талантыма емес, қиялыма қарыздармын деген. Күніге алып беретін мынау кола, чипсы деген дүниелер бар ғой. Солардың ақшасын есептеген кезде кітаптың ақшасынан қымбат емес. Күніге сол алып беріп жатқан чупа-чупсы бар, кола чипсы бар, түрлі мынау барни, агуша тәттісі бар. Соларды алып тастап, орнына кітапқа алмастыратын болса, дүние мүлдем басқаша өзгереді. Сондықтан ол кітап қымбат деуді мен сылтау деп есептер едім. Өйткені, мысалы, 700 теңгелік кітаптар бар. 1200 теңге, 1400 теңге, 3200 теңге қарап тұрсаңыз қымбат емес. 3200 деген өзі мынау ертегі ең қымбат кітаптар.